Миссиядан бас тартқаннан кейін капитан Реймонд көпірге қарай жанталаса жүгіреді. Ол бөгеттің астына қойылған уақыт бомбасын залалсыздандыруға үміттенеді. Бірақ ол тым кеш еді. Ішінде бала отырған көлік тура жарылыс аймағына кіріп кетеді. Дәл сол сәтте бомба жарылып, көлікті жалын шарпып, оны өзенге қарай ұшырып жібереді. Жарылыстан аман қалу үшін Реймонд дәл уақытында көпірден секіріп үлгереді. Жарылыстың алдында ол бомбаны орнатып келген полковник Недпен кездескен еді. Көлік жақындағанда Рей баланы байқап қалып, миссияны тоқтатуды бұйырады. Бірақ полковник тыңдамайды. Ол үшін тек тапсырма маңызды еді. Кейін жағалауда полковник оны күтіп тұрады да Рейді бағынбады, құрмет көрсетпеді деп айыптайды. Ол оны шапалақпен ұрып, қолындағы қарумен жерге теуіп құлатады. Әлі де жаттықтырып жатқандай бұйрық береді. Бірақ капитан шыдамай кетіп, полковникке тап береді де ауыр соққылармен ұрып, оны қан жоса етіп, қозғала алмайтындай күйге түсіреді. Реймонд жағажайдағы телефон будкасына барып, қалтасынан диск шығарып, оны шағын компьютерге салады. Экранда бір нөмір пайда болады. Ол сол нөмірге қоңырау шалады. Телефонды бір әйел көтереді. Әйелдің дауысы сабырлы, бұл қоңырауды күткендей. Ол ұсынысының әлі де күшінде екенін еске салады. Рей тағы да бас тартады. Ол мұндай істерге шебер болса да, мұны жасағысы келмейді. Әйел оның неге жұмысты қабылдамай тұрып қайта қоңырау шалатынын түсінбейді. Бірақ ол да оның дауысын тыңдағанды ұнататынын айтады. Рей де солай екенін мойындайды. Жағажайдан кетіп бара жатқанда бір қаңғымас мысық оның артынан ереді. Ол алғашында елемеуге тырысады. Бірақ автобус келгенде мысықты көтеріп алып, өзімен бірге алып кетеді. Кейін ол әйелді зиратта көреді. Әйел алыстан тұрып, бір қабірдің басына гүл қояды. Реймонд оның дауыс жазбасын тыңдайды. Онда әйел әлгі адамдардың оның отбасына не істегенін айтып береді. Олар әке-шешесін азаптап, кейін өлтірген. Ал ол өзі тығылып отырып бәрін көрген. Мұның бәрі әкесінің аз ғана білетін бір құпиясы үшін болған. Рей әрекет жасамай қойғанына шаршаған Мэй оған хабар қалдырып, істі өзі аяқтайтын айтады. Осы кезде Леонның ұлы Томас әкесіне арнап кеш ұйымдастырады. Сол жерге Нед те келеді. Ауада шиеленіс сезіледі. Томас оған бір бума ақша ұсынады. Бірақ Нед оны даяшының табағына лақтырып тастап, толық ақысын талап етеді. Ол Леонның отбасын толық күйреуден құтқарғанын айтып, өзін алдауға жол бермейтінін білдіреді. Сол сәтте Мэй сән салтанатпен келеді. Ақ лимузин, биік өкшелі аяқ киім. Ол басын тік ұстап, халықтың арасымен өтеді. Томас оны көріп, бірден назар аударады. Ол жақындап әңгіме бастайды. Мэй өзін Адриан Хастингс деп таныстырады. Ағашында қобалжығанымен сабыр сақтауға тырысады. Томас олардың банкі жаңа бөлімше ашатынын айтып, оның дәл бұрын Мэй тұрған жерде орналасатынын сөз етеді. Бірте-бірте Мэй әңгімеге араласа бастайды. Бірақ ол дәл қазір ата-анасын өлтіруге қатысқан адаммен билеп жүргенін біледі. Келесі күні Реймонд қоғамдық автобусқа мінеді. Онда бір топ бұзақы әйелге тиісіп жатыр. Сол кезде жүкті әйел автобусқа мініп, отыратын орын таппай қалады. Рей орнын бермек болып тұрған кезде, бір жігіт сол орынға өзі отыра кетеді. Рей оған, бұл орын бос емес, кешіріңіз дейді. Бірақ әлгі жігіт оны балағаттайды. Рей оның аяғын орындыққа қойып отырған досын ұстап алып, еденге лақтырып, кеудесіне тебеді. Келесі жігіт шабуылдайды, бірақ Рей оны да оңай жеңіп, дәлізге лақтырып жібереді. Үшіншісі пышақ шығарады. Бұл Рейдің ашуын одан сайын қоздырады. Ол оны қайта ұрып, ақыры жігіт құлап түседі. Соңғысы тіпті мүмкіндік те алмайды. Рей ұшып барып тепкенде, ол автобус терезесінен ұшып кетеді. Бәрі тынышталған соң, жолаушылар үнсіз қарап қалады. Рей жүкті әйелге орынға отыруға көмектестіріп, көзілдірігін қайта алады. Ал сол уақытта Томас Мэйді, Майамиді көрсетемін деп бір шағын барға апарады. Кейін оның серігі келіп, картель бастығымен көзбен белгі береді. Бастық біреуді ұрып соғу үшін шығып кетеді. Мұны көрген Мэй бірден ата-анасы өлтірілген түнді есіне түсіреді. Ол бардан шығып кетеді. Ол Реймондтың жанынан өтіп кетеді. Ал Рей оны бұрыннан бақылап жүрген әйел байқамайды. Бастық сыртта оны қуып жетіп, бірге жүргенде рұқсатсыз кетпеуін ескертеді. Мэй күлімсіреп, кешірім сұрап, көлікке отырады. Ол жұмбақ адамға миссия жайлы қысқа қоңыраулар арқылы хабар беріп тұрады. Сол кеште ол бастықпен би кешіне барады. Ал Рей алыстан бақылап, оның даусын жазбасын тыңдайды. Онда Мэй әлгі адам оған қол тигізген сайын жер келетін айтып, ішіндегісін шығарады. Рей миссияны тоқтатуды өтінеді. Бірақ Мэй бас тартпайды. Ол бәрін өз жоспары бойынша аяқтағысы келеді. Кейінірек олар
көлікке отырған кезде Рейдің ұзақ қарағанын бастық байқап қалады. Тұрақта ол еңкейіп көліктің астын тексеріп шығады да бір қауіп бар екенін байқайды. Көліктің астында бомба бекітілген. Ол оны жұлып алып біреудің қастандығы екенін түсінеді. Сосын тұрақ қызметкеріне көлікті дұрыс қой деп айтып, өзі жарылыс бола қалса, бағананың артына тығылады. Көлік қозғалады, бірақ жарылмайды. Ол жігіттің орнын өз алып, залалсыздандырылған құрылғыны оған ұстатады. Бірақ ол байқамайды. Осының бәрін Реймонд сырттай бақылап тұрған еді. Есепші көлікпен шығатын жерге барып, терминалға кодын енгізеді. Сол сәтте кері санау басталады. Бірақ ол оны байқап үлгермейді. Нөлге жеткенде экранда қош бол деген жазу жанып, бәрі жарылып кетеді. Көлік өртеніп, ол әлі орнында белдігі тағулы күйде ауаға ұшып кетеді. Көп ұзамай полиция ғимаратты қоршап, үстінен тікұшақ айнала бастайды. Нед жағдайды бақылауға келеді, бірақ ол бірден бәріне бұрынғы әріптесі Реймондты кінәлайды. Ол жағажайдағы үйге барып Мэйді көреді. Мэй өзін сабырлы ұстауға тырысады, бірақ Нед оған сенбейді. Ол Мэйді шапалақпен ұрып, орындықтың астына құлатады да сұрақтың астына алады. Екеуінің келісімі болған, бір-біріне көмектесу, бірақ Мэй өз міндетін орындамады деп айыптайды. Мэй қарсы тұрады. Ол Реймондқа бұйрық бере алмайтынын айтады. Сонымен қатар бүкіл жоспардың басынан бері өзі маңызды болғанын еске салады. Жарнамаларды жасап, Реймондты тұзаққа түсіруге көмектескен. Осы сөздерден кейін Мэйдің көзінен жас ағып кетеді. Ол бірге жұмыс істеп жүрген адамның қаншалықты жауыз екенін толық түсінеді. Сол кезде Томас келеді. Әкесінің сүйіктісі сарапшысын көріп таңғалады. Ешқандай сәлемдесу жоқ, тек кернеу. Екеуі тек қажет болғандықтан ғана бірге жұмыс істейтін адамдар. Томас Мэйдің түрін көріп, одан сайын күмәнданады. Аздап қорқыту сөздер айтылады. Бірақ бұрын сарбаз оған мән бермей кетіп қалады. Ал Реймонд жасырын жерінде шағын табақшаға жарылғыш орнатып жатыр. Ал оның мысығы айнала жүгіріп, тышқан қуып жүр. Жағажайда Томас құмар ойын ойнап отырғанда Реймонд келіп, оның кесе табақшасын жарылғыш қойылғанымен ауыстырып қояды. Ол кетіп бара жатқанда Мэйдің келгенін байқап тоқтап қалады. Неге ол мұнда келді деп түсінбей қалады. Дәл сол кезде бомба жарылып, екеуінде жерге құлатады. Адамдар жан-жаққа қашады. Реймонд жарылыс жаққа жүгірмек болады, бірақ күзетшілер ұстап қалады. Сарапшы оқиға орнына келіп, жарылыстың өте дәл жасалғаны таңғалады. Ол Реймондтың кәсіби жұмысын іштей мойындайды. Ал Рей алыстан бақылап тұр. Жағдай тынышталған соң Рей телефон будкасына барып, Мэйге қоңырау шалады, бірақ ешкім жауап бермейді. Ол көңілі түсіп кетіп қалады. Леон ұлының өліміне қайғырады. Сарапшы көңіл айтуға келеді, бірақ ол ашулы әкенің айқайына тап болады. Ол ұлын қорғай алмады деп айыптайды. Әке тек бір нәрсе қалайды: кісі өлтірушіні табу. Мэйдің тірі өлі екенін білмеген Реймонд оның пәтеріне жасырын кіріп, бәрін қарайды. Төсектегі көйлегін ұстап тұрып, оны сағынғандай болады. Жаңалықтарда Адриан Хастинг сол жарылыста қаза болды деп хабар тарайды. Реймонд үйіне барып, компьютерін ашқанда Мэй бұрын жіберген жарнамалардың бірін көреді. Сол арқылы ол Мэйдің тірі екенін түсінеді. Жақын телефоннан қоңырау шалады. Телефонда полиция бөлімдегі әйел көтереді. Нед жұмбақ адамды ақыры таптым деп ойлайды. Полиция әйел Мэйдің танысымын деп кездесуге шақырады. Бірақ Рей бірден күмәнданып бас тартады. Ол Недпен тікелей сөйлесуді сұрайды. Нед телефонды ашуланып Реймондты ережені бұзғаны үшін агенттіктен қуылғанын еске салады. Рей оған жауап ретінде оның өзі де бейкүнә адамдардың өліміне себеп болғанын айтады. Ақыры Рей қоңырауды үзіп тастайды. Ашуға булыққан Нед бәрін талқандап офицерлерге айқайлайды. Сарапшы жерлеу рәсіміне келеді, бірақ айтылып жатқан сөздер Мэйге сәйкес келмейтінін байқайды. Табытты ашқанда ішінде басқа бір кемпір жатыр. Сол кезде ол Мэйдің жанынан өтіп бара жатқанын байқап, артынан ереді. Екеуі кездескенде ол алдымен оның қаруын алып қояды. Бірақ Мэй сабырлы. Ол тек оны көргісі келген айтады. Ол Нед жерлеуге келіп, табытты қайта ашқызды. Ішінде басқа адам жатқанын көріп, қатты ашуланады. Оны тағы алдағанын түсінеді. Ал Реймонд пен Мэй қонақ үйге барады. Ұзақ уақыт бойы тек телефон арқылы сөйлескен кейін ақыры сезімдеріне ерік береді. Мэй Томастың көзіне тура қарап тұрып, өлгенін көргісі келген айтады. Сол үшін өз өлімін қолдан ұйымдастырған, картел адамдарынан құтылу үшін. Таңертең Недтің адамы қонақ үйге келіп, Реймонд пен Мэйдің суреттерін көрсетіп сұрастырады. Қызметкер олардың осы жерде екенін айтады. Рей душтан шыққанда Мэйдің кетіп қалғанын көреді. Ол жазба қалдырған. Маған тым көп сенбе. Мэй қонақ үйден шыққанда сарапшы оны ұстап алады. Ол бәрі жоспардың бір бөлігі болғанын айтып ақталуға тырысады. Бірақ оның сөздері сенімсіз естіледі. Нед адамдарға оны көлікке апаруды бұйырады. Жолда Мэй дәретханаға кіруге рұқсат сұрайды.
Сол жерде бір әйелдің телефонын алып Реймондқа ескерту ретінде қоңырау шалады. Реймонд оның сөзін тұзаққа түсіргенін түсініп ашуланады. Ол қашуға дайындалады. Неттің адамдары бөлмеге кіргенде бір телефон үздіксіз дыбыс шығарып тұрады. Біреу тұтқаны көтергенде ол жарылғышты іске қосып жібереді. Жарылыс оны терезеден ұшырып төменге өзенге лақтырады. Пентхаус толықтай жарылғышпен жабдықталған екен. Бірінші жарылыстан кейін қалғандары да жарылып, бүкіл құрылым ғимараттан үзіліп өзенге құлап түседі. Реймонд ас үй арқылы қашуға тырысады. Күзетшілермен шайқасып, бірнешеуін жеңеді. Біреуін қайнап жатқан суға итеріп жібереді. Екіншісін пышақпен өлтіреді. Қонақ үйде дабыл соғылып, адамдар жан-жаққа қаша бастайды. Ал Мэйді жоғарғы жақтағы басшының алдына алып келеді. Оның серігі Мэйді сатқын деп айыптайды. Мэй ата-анасын сол адамдар өлтіргенін айтып, сондықтан олардан кек алып жүргенін түсіндіреді. Басшы ашулануға жақын тұрғанда серігі оны сабырға шақырып, Мэй әлі керек болуы мүмкін дейді. Көп ұзамай Реймонд қоңырау шалады. Мэй оны кездесуге көндіруге тырысады. Ұзақ сөйлескеннен кейін Рей 1 сағаттан кейін кездесуге келіседі. Нет Мэйді алыстан түсіріп, үстіне тыңдау құрылғысын орнатады. Ол бәрі біткен соң бірге көңіл көтереміз деп қалжыңдайды. Бірақ Мэй оған жұдырықпен ұрып, өзінің қаншалықты маңызды екенін түсінетінін талап етеді. Нет оған мылтық кезейді, бірақ атпайды. Ол атудың орнына Мэйді алға итеріп, бар, ана адаммен кездес дейді. Мэй кетіп бара жатқанда ол рация арқылы адамдардың ыңғайлы жерлерге орналастырып, егер ол бірдеңе қулық жасаса, атып тастауды бұйырады. Мэй теңіз өнімдері сатылатын дүкенге кіреді. Көп ұзамай оның микрофоны Реймондтың дауысын ұстайды. Сарапшы бәрін тыңдап отыр, бірақ кенеттен бүкіл дүкен жарылып кетеді. Жарылыстың толқынынан айналадағы ғимараттардың терезелері сынып, оның үстіне краб етінің бөліктері жауып кетеді. Олар кіммен жұмыс істеп жатқанын түсінген соң бүкіл көшені тінтіп шығады, бірақ ештеңе таппайды. Ал сол уақытта Реймонд пен Мэй қайықты жүзіп бара жатады. Мэй басын оның иығына жайғана қойып отыр. Бомба жасағындылар қайта жиналып, телефон қаруларының үлгісін талдай бастайды. Олар екеуінің әңгімелерін тыңдап, сондағы дыбыстар арқылы сарапшы қарсыласының жүретін бағытын анықтайды. Ол сол бағыттағы бір мейрамханаға барып, есіне сұрайды. Бірақ ол ешкімді есіне түсіре алмайды. Енді жалғыз үміті жеткізу жасайтын бала. Сол ғана бейтаныс адамды тану мүмкін. Реймондтың жасырын жеріне Мэй кеткісі келетінін айтады. Бірақ ол оны әзірше жүрмейді. Мэй қайта ашуланып, Леоннан кек алғысы келеді. Өйткені ата-анасын өлтіруге бұйрық берген сол екенін біледі. Реймонд оны тоқтатуға тырысады. Бұл кісі өлтірулер саған тыныштығы келмейді дейді. Бірақ Мэй тыңдағысы келмейді. Ол оның қолынан ұстап, тоқтауды өтінеді. Біраздан кейін Мэй келіседі. Дәл сол кезде сиреналар естіледі. Аспанда тікұшақтар айналып, мергендер позициялады. Ал қарулы адамдар шабуылға дайындалып бастайды. Жеткізу баласы олардың мекен-жайын айтып қойған. Реймонд қорғаныс жүйелерін іске қосады. Алдымен сыртта тұрған бомба жасаған жүк көлігін жарып жібереді. Жарылыс бүкіл аймақты дүрліктіреді. Олардың басшысы шабуылды тоқтатуға бұйырады, себебі бұл жер толық жарылғыштарға толы болуы мүмкін. Әрі ол екеуін тірідей ұстағысы келеді. Ол бұрынғы шәкірттерін жақсы біледі. Реймондтың кемінде 3 қашу жолы және ондаған тұзағы бар екенін түсінеді. Ол жарылысты пайдаланып ішке кіреді. Реймонд пен Мэй қашпақ болғанда, ол оларды алыстан қарумен тоқтатады. Сосын бір жаңалық айтады. Мэйдің темекі қорабына жарылғыш орнатылған. Кішкентай қозғалыс болса, ол жарылып кетуі мүмкін. Ол Мэйге аса мән бермейтінін айтады. Оның басты олжасы Реймонд. Оны ұстап апару бастық үшін өте маңызды. Сосын ол өткенді еске алып, ашуға болған. Бұрын екеуі ең мықты мамандар болған. Бірақ Реймонд агенттікке жазған есебінде оны тұрақсыз деп көрсетіп, қызметтен келтірген. Ол мұны ешқашан кешірмеген. Енді бұл кек. Ол жақындай бергенде байқамай қысым тақтасына басып кетеді. Тұзақ іске қосылып, оны қабырғаға ұшырып жібереді. Құлаған кезде тағы бір жарылыс болып, оны басқа бұрышқа лақтырады. Реймонд Мэйге темекі қорабын өте баяу жылжуын айтады. Ол оны алған соң, сосын қорапты лақтырып жібереді. Бірнеше сантиметр жерде жарылыс болады. Ол түтін арасымен Мэйге қарай жүгіреді. Жасырын жердегі автоматты жүйе кері санауды бастайды. Дауысты хабар бүкіл бункерде жаңғырады. Соңғы секундтарда олар мысықтарын алып туннельге кіріп үлгереді. Дәл сол сәтте бүкіл ғимарат аспанға ұшады. Жарылыс туннельдің бір бөлігін құлатып, артынан тағы да ұсақ жарылыстар естіледі. Бірақ олар сыртқа шығып үлгереді. Ал сыртта полиция қызметкерлері жарылыстан қорғанып жатыр. Жаңалықтарда Нет, Реймонд және Мэй үшеуі де жарылыста қаза тапты деп хабарлайды. Леон өз сарайында отырып, бұл қорқынышты оқиғаның аяқталғанына Құдайға шүкіршілік етеді. Бірақ дәл сол кезде күтуші оған шағын сәлемдеме әкеледі. Оның ішінде кулоны бар алқа жатыр. Ол кулонды ашқанда Мэй мен оның ата-анасының суретін көреді. Сол кезде әлсіз ғана бір анық естілетін дыбыс шығады. Кері санаудың дыбысы. Ол айғайлап үлгермейінше бәрі қатты жарылыспен аяқталады. Ал алыстан бақылап тұрған Реймонд пен Мэй бейне жазбаны өшіріп, көліктеріне отырады. Мэй ата-анасының кегі қайтқанын сезіп, енді қайта тыныс алғандай болады. Екеуі күліп, ештеңе кедергі болмайтын жаңа өмірге қарай жол тартады.